Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен 8-ші сынып алгебра пәнінен 3-ші тоқсандағы номері 1-ші БЖБ-ны талдайтын боламыз. Бұл бізде бірінші нұсқасы. Бұл квадрат теңдеулер деген бөлім бойынша БЖБ-ны қазір талдап көрсетемін сіздерге. Ендеше видео басталады, лайктарыңызды басып қойыңыздар. Видео біткеннен кейін коммент жаза жатасыздар. Номері 1-ші тіктөртбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 4 см артық. Ал ауданы 60 см квадрат тіктөртбұрыштың қабырғалары мен периметрін табыңдар дейді. Енді тіктөртбұрыштың қабырғасы дегеніміз, қабырғалар дегеніміз мына жеріміз бізде А қабырғасы, мына жеріміз бізде Б қабырғасы. Енді А тең деп алайық, Б тең деп алайық. Енді Б-ны біз X деп алсақ, мынауымыз X қосылған 4 болады деген сөз. Ал ауданы бізде 60 см квадрат екен. Енді тіктөртбұрыштың қабырғалары мен периметрін табыңдар дейді. Енді аудан дегеніміз, жалпы ауданның формуласы қандай еді? S тең АБ емес пе бізде? Демек осыған саламыз. Сол кезде бізге X қосылған 4-ті X-ке көбейтеміз. Тең қанша болу керек екен? 60 болу керек екен. Енді жақшаны ашайық, X-ті X-ға көбейтсек, X квадрат қосылған 4X шығады. Минус 60 тең 0. Енді бұл жерден X1 мен X2-ні таба саламыз вет теоремасы арқылы. X1 мен X2 минус 4 болады. X1 мен X2-нің көбейтіндісі минус 60 болады. Енді оқушылар, видеоны паузаға қойып, бұл екі санды өздеріңіз тауып көріңіздер. Ал мен дәл қазір айтатын болам. Бұл бізде қосындысы минус 4, көбейтіндісі минус 60 шығатын, ол бізде минус 10 мен 6 болады. Енді минус 10 деген геометриялық есептерде теріс сандар алынбайды. Ал значит бізде жауабы 6 болады деген сөз. Ол бізде қай қабырға? Б қабырғасы бізде 6 см екен. 6 см. Ал А қабырғасы бізде осыған 6-ға 4-ті қосамыз, 10 см шығады деген сөз. Мына бізде бірінші шарт орындалды, қабырғаларын таптық. Енді бізге несін тап деп тұр? Периметрін тап деп тұр. Периметрін табу формуласы қандай? П тең 2 көбейтілген А қосылған Б. Демек енді біз периметрін табайық. П тең 2 жақшаның ішінде 10 қосылған 6 деп аламыз. Жақшаның ішін есептейтін болса 16, 12-ке көбейтсек 32 см. Мына есептің жауабы бізде осы. Келесі есепке көшейік. Катер өзен ағысымен 60 км жүзіп, қайтадан ағысқа қарсы 20 км кері жүзді. Демек, катерде бізде не болады? Моторы болады, оның дұрыс па? Енді оны былай түсіну керек. Мысалы, V1 дегеніміз бізде X километр бөлінген сағат деп аламыз. Ол бізде катердің жылдамдығы V1 дегеніміз. Ал ағыстың жылдамдығы бізде 1 километр бөлінген сағат. Енді оқушылар, сұрақ сіздерге, катер ағысқа қарсы жүзе алады ма? Ағысқа қарсы жүзе алады. Себебі ода не бар? Оның моторы бар, дұрыс па? Моторы болғандықтан ағысқа қарсы жүзе алады. Енді ол бізде мынандай кесте құрастырып ала салайық. SVT деп. SVT. Енді қарандар, біріншісінде не деген? 60 км ағыспен жүрген, 20 км ағысқа қарсы. Демек енді ағыспен жүзетін болса, X катердің жылдамдығымен, X катердің жылдамдығымен, ағыстың жылдамдығы 1 бар, қосылады осы екеуі. Ал мынау ағысқа қарсы жүрсе азайтылады. Енді осы екеуіне общий қанша уақыт жіберді деп тұр? Міне барлық жолға 7 сағат жіберді деп тұр. Демек, бұл жерді мына жерге жазамыз. Т1 қосылған Т2 тең 7 деп. Сол кезде енді Т1-ді табатын болсақ, мысалы, S-тің формуласы бізде қандай еді? V көбейтілген Т еді, дұрыс па? Ал бұл жерде Т-ны табатын болсақ, S-ті не есептейміз? V-ға бөліп тастаймыз. Демек, бізге Т-ны табу керек болатын болса, шығару жолын немен жазайын? Қазір біз теңдеу құрастырып аламыз. 60-ты X плюс 1-ге бөлсек, Т1 табылады деген сөз. Оны мына Т1-дің орнына қоямыз. Қосылған Т2-ні табу үшін 60-ты X минус 20-ны
x минус 1-ге бөлеміз. Тең 7 болады екен. Енді бұл жерде не істеу керек оқушылар? Ортақ бөлім береміз. Мына жерде бір-біріне бере салу керек. X минус 1-ден береміз. Ал маған x плюс 1-ден береміз. Ал мына 7-ге x минус 1-ді және де x плюс 1-ді береміз. Енді есепте көбейту керек. Мына x минус 1-ді 60-ға көбейтіп шығамыз. Сол кезде бізде болады 60x минус 60 болады. Қосылған. Енді x плюс 1-ді 20-ға көбейтіп шығамыз. 20x қосылған 20 болады. Енді мынау бізде x минус 1 мен x плюс 1-дің көбейтіндісі мен сәл жоғарыраққа жазып қояйын тағы да. Ол бізде неге тең болады? X квадрат минус 1-ге тең болмай ма? Себебі қысқаша көбейту формуласы бұл жерде. Сол кезде мен 7-ні x минус 1-ге x плюс 1-ге көбейткеннен гөрі сразу x квадрат минус 1-ге көбейтем. Былай қарай. Сол кезде 7x квадрат минус 7 болады деген сөз. Ұқсас мүшелерді біріктірейік. Мына жерде 60x қосылған 20x ол бізде 80x болады екен. Сосын минус 60 плюс 20 ол бізде минус 40 болады. Бері қарай өткіземіз. Минус 7x квадрат сосын плюс 7 тең 0. Бірінші дәреже үлкен жазылады. Демек, минус 7x квадрат. Сосын қосылған 80x. Сосын минус 40 пен плюс 7 ол бізде минус 33-ке тең болады. Енді бұны минус 1-ге көбейтіп алайын. Есептегенге ыңғайлы болсын. 7x квадрат минус 80x плюс 33 болады. Тең 0. Енді дискриминант дейміз. Дискриминант бізде формулада минус 80 квадраты минус 4 көбейтілген 7 көбейтілген 33 деп алайық. Енді оқушылар минус 80-нің квадратын мен білем. Ол бізде қанша болады? 6400 болады. Азайтамын. 4 жердегі 7 28. Енді оны 33-ке көбейте салайық. 28 көбейтеміз 33-ті. 924 шығады екен. 924. Енді азайта салайық. 924 азайтылған 6400. Қанша шығады екен? 5476 шығады екен. Дұрыс қой, 5476. Ол қателеспесем 74-тің квадраты болады. Енді біз x1, x2-ні табамыз. x1, x2-ні табу үшін формулада минус b деп басталады. Демек, 80 деп аламыз бұны. Плюс минус 74 деп алайық. Бөлінген 2 көбейтілген 7. Тең бірінші мен азайтуды есептеп алайын. 80-нен азайтамыз 7-ні 6 болады. 80-ге 2-ні 7-ге көбейтеміз 14 болады. 2-ге 2-ге қысқарды. Сөзі мына 6-да 3 қалады, мынада 7 қалады деген сөз. x2. Демек, бізде қосатын болсақ 154 шығады екен. Оны бөлеміз 14-ке. Оны бөлу енді оңай екен. 11 километр бөлінген сағат деп тұр. Енді бізде жоғарыда 11 километр бөлінген сағат болады жауабы. Жоғарыда бізде ағыс жылдамдығы қанша еді? 1 километр бөлінген сағат еді. Ал мынауымыз 3 бөлінген 7 ол бізде бірден кіші емес пе? Бірден кіші. Сол себепті мына жерде бұл ответ болмайды. Демек, жауабы қайсысы? Нені тапты деді? Катердің меншікті жылдамдығын табыңыз деп тұр. Демек, катердің меншікті жылдамдығы қанша десе, 11 километр бөлінген сағат деп жауапты көрсетесіздер. Енді есептер сіздерге талдануы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнайтын болса, сіздерге есепте қандай да бір түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыз, және де видеоға лайк басуды ұмытпайық. Сосын арнаға ұмытпай тіркелейік оқушылар. Және де осыны достарыңызға жіберіңіздер. Олар да БЖВ-ТЖВ-дан жақсы бал алсын сіздер сияқты. Енді видео сіздерге пайдалы болып жатса,
видео пайдалы болып жатса, менің арманым орындалғаны. Көп көп рахмет сіздерге.